Сен сияқты борец досым барына қуанам ғой. Родной, сен деген бізден көп көрдің ғой. Бізден бұрын үйленіп те алдың ғой, родной. Үйленді демекші, сенің әйеліңнің қолына бір шай ішпедік па? Алло, жаным, менің достарым келгелі жатыр. Әдемілеп бір шай қойып жіберші. Жарайды жаным онда. Жігіттер, әйелім ауырып отыр екен. Ренжімеңдерші. Шыңдар үйде, ана төлейміз ғой ақшасын. Істемесін не істегенді? Шәкәріңіз жөнламаймыз да, жалғыз досымыз ғой. Алла Шәкәр, брат сен үйінде бола тұрайықшы, бүгін квартирадан шыға жібер. Жататын жерлерің жоқ па? Жоқ, шақырмайсың ешкімді. Жоқ, ничего не знаешь, шақырмайсың. Ренжімеші, мына жақта қайнағаларым жүр. Адам көп үйде жататын жерде жоқ. Домофон кодын айтшы, үйің алдына келіп тұр. Ну, үйге келдіңдер ма не? Блин, аналар тағы да келді ма? Айтпашы домофонды. Брат, біз негізі үйден шығып кеткенбіз. Үйде жоқпын дегенде жаңа 10 минут бұрын үйде едім ғой. Тастай салыппын. Бұл досымыз біздің борец қой. Бұның жауырыны жерге тимеген ғой. Бұл күреске қатысқалы бері бірде бір жарыстан жеңілмеген. Бірақ кім ойлаған, әйеліне жеңіліп қалады деп. Қайтеміз.